Эрих Кон, Акиба Кивелевич Рубинштейн, Санкт-Петербург, 1909 жыл. Турамен болатын эндшпилдің ең басты ережесі қандай? Сіздің тураңыз барынша белсенді болу керек. Бұл жерде Эрих Кон өте өрескел қате жібереді, тура C1 деген. Алдық, енді сарбазбен болатын эндшпилдің ең басты қағидасы қандай? Кім дұрыстап есептейді, сол жеңеді. Патшаның белсенділігін бастаймыз. От патша F6, патша D2, патша G5, патша 2, патша H4, патша F1, патша H3, патша G1. Сарбаз негізгі орталыққа қойдық. H1, B5, енді бұл пайдалы, өткені A6 деген әрекетті қосалқы жүріс сіздерде болу керек. Патша G1, F5, F5, G5, H5 және G4. E4 алдық, H4, бұлай және G3 осымен ойын аяқталды. Алдық, бұлай жүруге әрине болмайды. Бұлай жүретін болсаңыздар, алдық, бұлай, кеттік, бұлай, кеттік, бұлай және бұлай жүріп, соңген G2, G1 деген вариант болады. Сол себепті алдық, егер де бұлай жүретін болса аласыздар, соңген ақырындап мына жерге және мына жерге келесіздер.